Бәріне сәлем достар, бүгін менде жаңа эксперимент. Мен өзіме макияжға арналған тейптар алдым. Міне бүгінгі сендермен бірге осы тейптарды көреміз. Қараңдар, бұл бір жағынан артында қағазы бар. Сол қағазын алып тастаймын. Сосын теріге жабыстырады екен. Тері алдын ала спиртпен сүртілген, яғни майсыздандырылған болу керек. Сосын соны осылай виски дейді, яғни көздің қастану былай тартқан кезде тартылатын жеріне, яғни жабыстыру керек. Сосын кейін міне былай көресіңдер, осы яғни қабақтарын тартылып тұру керек. Сол тартылатын жерге іліп, кейін оның жіптері бар. Сол жіптерін екі шетіне ілеміз. Жіптерді іліп біттік, көреміз. Так, былай примерно болу керек, міне әдемі. Біраз ренжіген көзім дұрыс орнына түсті. Енді шашымызды үстіне қарай жинап, осы шаштың артында мына жіптерді байлау керек. Бұның өзінің крючогы бар екен, сол крючогына екінші жіпті іледі, сонымен ол ұстап қалады екен. Бюстгальтерді ілген сияқты. Болды, іліп біттік, біраз ыңғайсыздау, бірақ орнына түсіремін. Вау, қараңдар, эффект, прям вообще шикарный эффект. Маған өте ұнады, бірақ біраз ыңғайсыздау әрине, бірақ үйреніп алған соң нормально. Бұл тейптарды негізі 2 сағаттан артық ұстауға болмайды екен, бірақ осындай макияж немесе фотосессия кезінде іліп алса өте керемет эффект болады. Қараңдар міне. Ал енді кеттік, ары қарай бастаймыз. Бүгін Dior тональный крем маған өте ұнап жүр. Бұның покрытиесі, жалпы эффекті өте күшті, және керегі бар жоғы осындай кішкентай ғана тамшы. Осы тамшыны мен өзімнің баяғы сол Алиэкспресстен алған кисточкамен дұрыстап бетіме таратамын. Жағып жатқан кезде кисточканы осылай бұрап, яғни тональный кремді жақсылап отырып жаюға тырысамыз. Келесі қолданатынымыз ол контуринг. Мынандай тейптармен контуринг өте күшті шығатын сияқты. Өзімнің кәдімгі қалай мен контурингті жасаймын, дәл солай жасап шығамын. Мұрным, скулы, көздерім және подбородок. Соңғы кездері мен модельдерден осы көздің ішкі бұрышында қарайтуды көріп жүрмін, маған ұнап жүр. Бүгін осы әдісті көреміз. Ал осының бәрін енді дұрыстап жаямыз, кисточкамен үстіне қарай бұрап, мен сендерді әрдайым үйрететіндей жаямыз. Мне осындай шықты. Мен қараңдаршы, контурингпен вообще шикарный, прям модель сияқты. Өте әдемі, загар сияқты. Енді румянаны мен соңғы күндері помадамен жаққанды жақсы көріп жүрмін. Giordani Gold'тың помадасы өте жақсы келеді бұл рөлге. Осылай жағамызда ары қарай бұның бәрін жаямыз. Сол жаңағы контуринг қандай кисточка қолдандық, дәл сол кисточкамен дұрысталап отырып, бірақ көрінетіндей қылып та қалдырамыз. Сосын не осылай жаямыз. Әрі қарай қастарымды мен Giordani Gold карандашымен жасаймын, қатты қиналмаймын. Келесі бүгін звезда программы дейді. Көк қарандаш. Соңғы кездері осындай графика мода. Сондықтан осындай ерекше сызықтар жасаймыз. Сосын алдыңғы видеоларымнан көрсеткендей,
алдына саламыз, то есть көздің ішкі бұрышынан осындай сызық қалдырамыз. Прям именно скелеттарыңды қарайсыңдар да, міне көздің анатомиясын. И именно сол сызықты сызасыңдар. Ары қарай бізде каял кетеді. Каял менде релоис. Осы каялмен дұрыстап көздің ішкі қабағын, яғни внутренний водная линия дейді, соны міне былай қабақтарыңды көтересіңдер де, прям ішін жақсылап отырып бояп шығасыңдар. Себебі қара түс бізге өте күшті контраст береді. Соның арқасында мына көк түсті қарандаш сондай яркий болып көрінеді. Келесі туш, ол менде сүйікті 5 в 1, водостойкий, сонымен дұрыстап көтереміз. Мына тейптардың арқасында айтпақшы, кірпікті бояуды өте жеңіл, прям лиси эффект дейді ғой, сол түлкінің көзі сияқты шығады. Және бұл макияжда астында бояп шығуға бел будық көреміз. Келесі помада, бұл жерде жаңағы румяна ретінде қолданған помаданы осылай ешқандай карандашты қолданбай ақ, ол четкий сондай линия жасап шығады. Осылай салып аламын да, сосын кисточкамен жая саламын. Осымен біздің видео аяғына келіп жетті. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Осы макияжды қайталайтын болсаңдар, мені белгілеп қойыңдар инстаграмда. Өте қуанышты боламын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.